Сіз өзіңіздің кім екеніңізді араласатын достарыңызға қарап білсеңіз болады. Өйткені бұл өмірдің заңдылығы. Адам араласатын ортасына қарай бейімделгіш болады. Мәселен, сіздің достарыңыздың көбі темекіге әуес болса, күндердің күнінде сіз де темекі тартып кетесіз. Дәл сол сияқты, егер досыңыздың көбі спортшы болса, бір уақытта сіздің де спортқа деген қызығушылығыңыз оянып, жаттығу жасауға асығып тұратын боласыз. Бұдан шығар қорытынды, белгілі бір дәрежеде сіздің құлдырауыңызға араласатын ортаңыз да кінәлі. Яғни оларда алға қарай жылжу жоқ. Айтатындары өсек аяң, ішіп жегенін, киген киімін айтқаннан әріге аса алмайды. Мұндай ортада өсу мүмкін емес. Белгілі актер Досхан Жолжақсынов бір қоянды 10 арыстанның арасына салып жіберсең, бірнеше уақыттан соң әлгі қоян арыстандай ақырып шыға келеді. Ал керісінше бір арыстанды 10 қоянның арасына салып жіберсең, біраз күннен соң жуасып, қояндай қорқақ болып қалуы мүмкін деген. Ал Бауыржан Момышұлы екі баланың ортасында отырған қария бала болады, екі қарияның ортасында отырған бала дана болады деген. Екі атақты адамның сөзіне мен де толық қосыламын. Адамның талпынысы аз ортада жүріп табысқа жетемін деуі күлкілі нәрсе. Америкалық бизнесмен Дональд Трамп айтқан: егер белгілі бір табысқа жетемін десең, табысты адамдармен аралас. Қиналуың мүмкін, ол ортада бірден бейімделіп кете алмауың мүмкін, бірақ уақыты келгенде өсе бастайсың. Менің өмірлік қағидам осы. Біреулерге бұл қасиет ұнамас, бірақ мен достармен таңдап араласамын. Өзімді өшіретін емес, керісінше өсіруге жетелейтін жандармен қарым-қатынаста болғанды ұнатамын. Өйткені күндердің күнінде қасымда жүрген адамдардың жаман қасиеті маған жұғып кетуі мүмкін. Нәтиже әдетке, әдет әрекетке, әрекет ойға, ой сұраққа байланысты. Сіздің өміріңіздегі әрбір оқиға, мейлі жаман болсын, мейлі жақсы болсын, ол бір істің нәтижесі. Мәселен, сіз осыдан біраз уақыт бұрын өзгеруім керек, өмірімді қалай жақсартсам екен деген ойда болғансыз. Ойыңыз іске асу үшін бүгін міне кітап оқып отырсыз. Яғни, бұл өмірде кездейсоқ ештеңе болмайды. Адамдардың көбі нәтижені әрекеттен деп түсінеді. Мен олай емес деймін. Нәтиже әдетке байланысты, әдет әрекетке, әрекет ойға байланысты. Ал адамның ойында көбіне сұрақ тұрады. Мәселен, сізге мен ертең не істейсіз деген сұрақ қойсам, сіздің ойыңыз автоматты түрде ертең мен не істеймін? Ертең мынаны істеймін, оны қанша уақытта бітіре аламын деген сұрақтарға жауап іздейді. Мәселен, мен тәуекелшіл адаммын, яғни тәуекел ету әдет болып кеткен. Тез шешім қабылдаймын. Ойланайын, көрейін, айналамдағы адамдармен ақылдасып көрейін деген сөз менің сөздік қорымда жоқ. Тәуекел етіп, аузым күйген жағдайлар көп болды. Сондай-ақ тәуекел жасап жетістікке жеткен кездерім одан да көп болды. Бұдан шығар қорытынды: тәуекел еткен адам ойланып, толғанып, екідай күйде жүрген жандардан әлде қайда көбірек табысты болады екен. Тәуекел түбі жел қайық, өтесің де кетесің деген сөздің мағынасы осы. Кейде адамдар бір істі ертеңге қалдыра салуы ықтимал. Онда тұрған не бар деген ойда болады. Егер мұндай жағдай бірінші мәрте орын алса, әрекет, ал бірнеше мәрте қайталанса, ол әдетке айналады деген сөз. Бітер істі ертеңге қалдырып жүре бересіз. Соңында нәтиже нөлге тең болып қалады. Және өмір бойы нөлден арыла алмайтын ауруға шалдығуыңыз мүмкін. Тура осы сияқты ақшаны жарата жүріп, оның неге жұмсалғанын қағазға жазбау. Содан не өзгерер дейсің? Қанша жұмсағанымды өзім білем ғой деп немқұрайлық таныту бірінші күні әрекет, ал екінші күні, үшінші күні тағы қайталанса, ол әдет. Ойланған әрбір ойыңды іске асырып жайландыр. Әрекетті істеген әдетіңе айналдыр. Әдетің мен мінезің қалыптасып өседі. Қалыптасқан мінезің тағдырыңды шешеді.
дегендей ойды түзеу керек. Ол әрекетке айналады. Жақсы әрекет жақсы әдеттің бастауы. Ал үнемі жақсы істер істеуге әдеттенген адамның жақсы нәтижеге жететіні ғылымда дәлелденген. Жолы болмағыштар уақытты бағаламайды. Кез келген табысты адам сізге уақыттың ең құнды ресурс екенін айтады. Тіпті жетістікке жеткен адамдар уақытты ақшадан жоғары қояды. Ал сіз немен айналысасыз? Твиттердегі лентаны оқыдыңыз, Фейсбук пен ВКонтактіде суреттерге лайк бастыңыз, осылайша алтын уақытыңызды болмашы дүниелерге сарп еттіңіз. Бірақ әр жыл сайын өзіңізге жоспар құрасыз. Әр жыл сайын өзіңізге осы жылы жұмыс жасап, жағдайым жасап аламын деп уәде бересіз. Әр жыл сайын әр түрлі арман. Сіздің жоспарларыңыз ешқашан орындалмайды. Өйткені орындалуы тиіс міндеттерге қажетті уақыт бөлмейсіз. Уақытты басқаруды үйреніңіз, жоқ деп айтуды үйреніңіз. Бұл сіздің өміріңіздегі кез келген ортада жетістікке бастаушы сәтті қадамдардың бірі болмақ. Ештеңені ертеңге қалдырмаңыз. Әрбір сәтті уақытты бағалай біліңіз. Жалқаулыққа жоқ дейік. Жалқаулықты жеңіп және өміріңізді өзгерткіңіз келсе, жалқау екендігіңізді мойындаңыз. Егер логикалық жағынан қарасақ, жалқаулық деген шынымен жоқ. Өйткені біз ұзақ уақыт жай жата алмаймыз. Ол мүмкін емес. Өйткені біз жүреміз, тамақ жеміз, демаламыз, ойлаймыз, мұны жалқаулық деп айтуға болмас. Шынымен жалқаулық дегеніміз адамның мақсатына жетуге бағытталған істі аяқтамауы. Адам бақытқа және нәтижеге жету үшін өз ісімен айналысу керек. Сондықтан да мақсатыңа жету үшін өз ісіңізбен айналысқаныңыз жөн. Өз еркіңді жеңу өте қиын, яғни қаламай тұрған істі істеу немесе қалап тұрған нәрседен өзіңді тию тек ерік күшін басқара алатын адамдардың ғана қолынан келеді. Мәселен, алдыңызға арықтаймын деп мақсат қойдыңыз, бірақ еркіңізді жеңе алмай бүгінше жей тұрайын, ертеңнен бастап диетаға отырамын дейсіз. Еріншектің ертеңі таусылмайды дегендей, ертеңіне тағы да осылай жалғаса береді. Бірақ қанша уақыт сырғып өтсе де дегеніңізге жете алмайсыз. Өйткені сіз жалқаусыз. Өз дегеніңізді өзіңіз басқара алмайсыз. Біліп қойыңыз, мұндай адам еш жетістіктерге жете алмайды. Ал ерік күшін жеңе алатын, өзінің бойында, ойында басқара алатындар уақытты ерттеп мініп алады да мақсатына жетіп айналасындағыларды таң қалдырады. Ерік жігерді қалай бағындыруға болады? Жалқаулықтан арылу үшін өзіндік даму ғылымын жетік меңгерген қайыршыдан миллионер болған Алекс Яновскийдің айтуынша, ең алдымен бүгін жасайтын шаруаңды ешқашан ертеңге қалдырмау қажет. Тіпті уақытыңыз болмай, басқа шаруалар киіп кетіп жатса да бүгінгі ісіңізді міндетті түрде бүгін істеп машықтаныңыз. Бұл жалқаулықты жеңудің бірінші және негізгі тәсілі. Екіншіден, арнайы блокнот сатып алыңыз. Сөйтіп, кешкілік ертеңгі күнге жоспар құрып жазыңыз. Не істеу керек, қайда баруыңыз қажет, кімге қалай сөйлегеніңіз дұрыс. Үстіңізге не киесіз, таңертең үйіңізден шыққаннан кейін кешке үйіңізге келгенге дейін бәрі жоспарлы болуы керек. Және блокнотыңызда жазылғандардың барлығы рет-ретімен орындалуға өзіңізді мәжбүрлеңіз. Тежегіңіз кейін тартса да, бүгінгі атқарылу керек жұмысты ертеңге қалдырмаңыз. Мұны күнделікті берік әдетке айналдырыңыз. Міне, қарапайым осы екі жаттығу арқылы сіз жалқаулықтан 100% болмаса да 90% көлемінде құтыла аласыз. Мұны жүзеге асыру сізден ақшалай шығынды көп күш-қуат немесе уақыт жұмсауды қажет етпейді. Тек ниет пен ынта болса болғаны. Жоспарсыз жұмыс істеу ағыссыз жүзумен тең. Халық даналығы. Жоспарсыз адам қара жердегі қаңбақ тәрізді.
Адамның өмірі өзгерістерден және күрт өзгерістерден тұрады. Сол өзгерістерге кейде бір адамның әрекеті әсер етеді, кейде бір ауыз сөз басқалай өмір сүруіңе себепші болары шындық. Ал менің өмірімді өзгертіп, қағазға жазылған нақты жоспар сатысы жылды да, күнді де бастамауыма себепші болған сөз ол адам өзіне табыстар мен жетістіктерді жоспарламаса, өмір оған еш қиындықсыз сәтсіздік пен кедейлікті жоспарлайды. Сонымен қатар жоғарыда айтып өткенімдей, сізде мақсат жоспар болмаса, сізге ұнасын ұнамасын, сіз мақсат жоспары бар адамдардың ойлағанын іске асыруына көмекші боласыз. Не үшін? Өйткені сіздің уақытыңыз бос. Теледидары кім көреді? Өсекті кім айтады? Әлеуметтік парақшаларда кім отырады? Әрине уақыты бос адамдар отырады. Ал теледидардағы сериал мен жарнаманың мақсат жоспары көрермен мен клиент тарту, әлеуметтік парақшалардың жоспары адам жинап ақша табу, өсекшілердің жоспары ішіндегісін айтатын тыңдаушы табу, тағы басқа. Мені жек көріп кетсеңіз де айтайын, жоспарыңыз жоқ па? Сізде мақсат жоспары бар адамдардың ниетін орындауға көмектесетін құралы болып жүрсіз. Осыны есте ұстаңыз. Екіншіден, өмірлік мақсат жоспары жоқ адамдар тура қаңбақ сияқты анда-мында жүре береді. Қаңбақты сайдан сайға жел айдаса, мақсат жоспарсыз адамды өмірлік жағдайлар айдайды. Қаңбақтың бүгінгі мына сайда ертең ана сайда жүргенін секілді, нақты өмірлік жоспар мақсаты құрылмаған адам осы жылы менеджер, 2 жылдан кейін мұғалім, 3 жылы журналист болып жүре береді. Ал жоспарсыз кәсіпкерге келсек, бүгін ет сатса, ертең концерт ұйымдастырып, тағы да басқа да бір-біріне қатысы жоқ жобалармен айналысып жүруі мүмкін. Мұндай қаңбақ сияқты істен іске секіре беретін адамдар үлкен жетістікке жете алмайды. Неге десеңіз, бір іс не бір жоба бойынша үлкен нәтиже шығарып, ел мойындайтын шын шебер болу үшін ол жұмысқа кемінде 10.000 сағат, орта есеппен 7-10 жыл шамасында уақыт бөлінуі керек. Бұл сарапшы ғалымдар пікірі. Сонда ғана таңдап алған сала бойынша таңғажайып жетістіктерге жетуге болады. Американдық бизнес-мотиватор Брайан Трейсидің сөзімен айтсам, өмірлік нақты жазылған мақсат жоспарыңызға жетуге көмектеспейтін заттардың бәріне жоқ деңіз. Таңдап алған ісіңізге тиянақты болыңыз. Болашақ өмір сызбасы немесе мақсатты қалай қою керек? Көпшілігімізде мақсат бар шығар, бірақ кейде мақсаттар шын өмірден үйлеспей, мақсат емес, орындалмас арман болып кетеді. Мақсаттарымызға уақытында жету үшін не істеу керек? Мақсатты қалай дұрыс қою керек? Енді осы тұрғыда бірер кеңес берейін. Ойланып көрелік. Неліктен көп адамдардың армандары тек арман күйінде қалады? Сіздің қанша арманыңыз орындалды? Қаншасы жай ғана арман болып, сіздің өміріңіздің тарихи беттерінде қалды? Көп адамның арман дегені өзінен өзі орындалап қалатын құбылыс деп ойлайды. Әлбетте, ол қате пікір. Арман орындалмайды. Сол арманды сіз орындайсыз, іске асырасыз. Қалай дейсіз ғой? Бұл жақсы сұрақ. Жақсы сұрақ деп отырған себебім, біздің сұрақ қоюымыздан біздің нәтижелілігіміз артады, не төмендейді. Ал енді мақсат пен арманның негізгі айырмашылығына келер болсақ, арманның іске асатын күні белгіленбеген. Әдетте біз былай дейміз: шіркін, бай болсам ғой. Мақсат дегеніміз нақты күні белгіленген. Соңғы нәтиже, мысалы 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейін менің ай сайынғы қаржылай пайдам 1 миллион теңгеге тең. Міне, мақсат деген осындай болуы тиіс.